Кеше түнде жедел басқару орталығына 40 жастағы ер адамның әйелді кепілге алғаны туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына полиция, төтенше жағдайлар қызметі мен жедел жәрдем бригадасы жетті. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша 3 сағат бойы келіссөз жүрген. Алайда ер адам әйелді босатпаған. Сол кезде полиция кепілдегі адамды құтқару операциясын жүргізді. Күдікті қазіргі кезде ұсталды, алайда жәбірленушінің ата-анасы мерт болды. Оқиға болған жерді зерделеу барысында жертөледе пышақ жарақатымен егде жастағы ата-анасы табылды. Өкінішке орай, зардап шеккендердің бірі тасымалдау кезінде, ал екіншісі ауруханада көз жұмды. Үшінші жәбірленушіге дәрігерлер барлық қажетті медицина көмек көрсетуде. Бұл факті бойынша қылмысты іс қозғалып, күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Осы оқиғадан кейін өңір басшысы Асхат Жақаров әлеуметтік желіде қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Құқықтық бағасын құзырлы органдар беретін болады. Қазіргі уақытта зардап шеккен жәбірленушіге жан-жақты медициналық және психологиялық қолдау көрсетілуде. Ал марқұм болған азаматтардың жерлеу рәсіміне қажетті көмектер ұйымдастырылады деп жазды облыс әкімі.